Ақтөбе ел экономикасында ерекше орны бар облыс. Республикалық бюджеттің бойына қан жүгіртіп отырған 4 донор өлкенің бірі. Ақтөбе жер көлемі жағынан да даму қарқыны бойынша да алдыңғы шекте. Индустриалды аймақ, жер қойнауы пайдалы қазбаларға бай, ал экономикалық мүмкіндіктері зор. Осы ретте туған елге тағзым өлкетану зерттеулік жобасының өндірістік инновациялық бағыты бойынша өңіріміздің ең ірі өндірістері талқыланбақ. Ақтөбе рельс арқалық заводы, Симписи Ақтөбе мұнай-газ кәсіпорны, Ақтөбе мыс компаниясы және Қазхром сияқты өнеркәсіп алыптары орналасқан. Жыл өткен сайын осы қазына инвесторларды магнитий тартуда. Қызылорда күріштің, Атырау мұнайдың астанасы болса, Ақтөбе хромның астанасы. 400 миллион тонна хром рудасының қоры бар Ақтөбе облысы әлем бойынша бірінші орынды бермей тұр. Қызметін 1938 жылы хром кенін өндіруден бастаған Қазхром қазіргі таңда Қазақстандағы жетекші тау-кен компаниялар мен ірі жұмыс берушілердің бірі атанды. Компания бірнеше бөлімдерге бөлінген. Олар Ақсу және Ақтөбе ферроқорытпа зауыттары, сондай-ақ дөң тау-кен байыту комбинаты. Осы хром кенін өндіру зауытын зерттеу барысында біздің мектебіміздің оқушыларына тың жаңашыл идеялар туындады. Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Жалғасбаев Арманның Air Quality Checker жобасымен таныс болайық. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Жалғасбаев Арман. Бүгін мен сіздерді AQC жобасымен таныстырамын. AQC яғни Air Quality Checker өндірістік шығарынды газдарды анықтауға бағытталған автоматтандырылған жүйе. Атмосферада ауаның құрамындағы күкірт оксиді, азот оксиді және көміртек оксиді сияқты ластаушы газдарды анықтайды. Негізгі құрылғыға тоқталатын болсақ, негізгі анализаторлар MQ135, MQ2 сияқты датчиктер жоғары жағында орналасқан, және негізгі светодиодты индикаторлар астыңғы бөлімінде орналасқан, және астыңғы бөлімінде айта кетсек Arduino, реле, негізгі аккумуляторлар сияқты құрылғылар орналасқан. Және әлемдік зерттеулер бойынша, Массачусетс университетінің зерттеу бойынша жылына 200 мыңдай адам өндірістік шығарынды газдардың кесірінен зардап шегіп, содан қайтыс болады екен. Егер біз AQC жобасын өндіріске енгізсек, онда мыңдаған адамның өмірі қауіпсіздікте болатын еді. Келесі жобамыз Ақтөбе қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Көптілеуова Аиданың Ақтөбе хром қорытпа заводы өнімдерінің және өндіріс қалдықтарының коррозияға қарсы ингибиторлық қабілетін зерттеу жобасымен таныс болайық. Саламатсыздар, менің аты жөнім Көптілеуова Аида Алматовна. Мен Ақтөбе қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысымын. Менің тәжірибемнің мақсаты ол Ақтөбе хром қосылыстар зауытының өнім қалдықтары мен өнімдерінің қасиеттерін, соның ішінде коррозияға қарсы ингибиторлық қасиеттерін зерттеу. Ол үшін мен 5 металл пластинаны алдым. Ең алдымен тәжірибенің басында мен осы металл пластиналардың ауданы мен массасын өлшеймін. Енді біз міне 5 металл пластиналарымызды ердің ішіне орналастырамыз. Осыдан мен белгілі бір қорытындыға келдім. Яғни ол Ақтөбе хром қосылыстарының зауытының біз өнім қалдықтарын коррозияға қарсы ингибитор ретінде қолдана аламыз. Және осында екінші ретті қолданыс арқылы біз Ақтөбе облысының экологиясын жақсарта аламыз. Кез келген аймақтың дағдарыстан қалқаны инновациялық өндіріс пен бәсекеге қабілетті бизнес. Оларды атап өтетін болсақ, Ақтөбе облысын толықтай ұнмен қатар құс жұмыртқасымен қамтамасыз етіп отырған Рамазан сүтті өнімдерін ұсынып отырған Ice Food өнеркәсібі. Жаңа піскен көкөністерді облысымызға жеткізіп, және көрші Ресей мемлекетіне экспорттап отырған Greenhouse жылыжай мекені. Халықты әркез баспанамен қамтамасыз ету мақсатында үй салу қажет. Оған қажетті құрылыс материалдарын жеткізіп отырған ірі өнеркәсіп SBS Group. Тек Ақтөбе қаласына ғана емес, басқа да өңірлерге қажетті құрылыс материалдарын жеткізуші. Дені саудың жаны сау. Осындай ірі қала тұрғындарын емдеу үшін бірнеше медициналық орталықтар бар. Соның бірі Дару жарығы. Бұл мамандандырылған офтальмологиялық орталық. Оның стратегиялық мақсаты
Ақтөбе қаласы мен Ақтөбе облысында балалар мен ересектерге жоғары білікті офтальмологиялық көмек көрсетуді дамыту. Дару жарығы және дару медициналық орталықтары ақш, Австрия, Швейцария, Германия, Франция және Жапонияның брендтік компаниялар шығарған жоғары техникалық құралдармен жабдықталған. Біз Ақтөбе қаласының өндірістік инновациялық бағыты бойынша жасалып жатқан жұмыстары мен оған ойлап табылған оқушылардың жобаларымен сіздерді таныстырдық. Оның рас, Ақтөбе қаласының бұл бағытта қаншалықты мықты екенін расымен де сезіне алдық. Тұғыры биік, қадамы нық, болашағы жарқын, тәуелсіз еліміздің туы мәңгі желбірей берсін.